Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай блинчикке дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерден бір жасағаннан ақ шығады. Құймақ пісірудің рецептері негізінен көп қой. Бұл сол рецепттердің біреуі, бірақ ең бір ұтымды, сәтті шығатыны деп айтқым келеді. Ол үшін ең алдымен керекті ингредиенттердің бәрін өлшеп осылай дайындап алатын боламын. 150 грамм өлшеп алдым. Сүтімді 300 мл құйып алдым. Сүтті жылытып алатын боламыз. Қолымызды салып көрген кезде саусағымызды күйіп кетпейтіндей жып-жылы болу керек. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып алатын боламыз. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды және 1 шай қасық тұзымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Бізде біркелкі массаға дейін айналу керек. Егер сіздер құймақтың тәтті болғанын қаласаңыздар, 3 ас қасық қоссаңыздар болады. Бұл жерде көпте араластырудың қажеті жоқ. Бір минутқа жетер-жетпес араластырып аламыз. Барлығы осылай біркелкі болып бірігу керек. Одан кейін үстіне сүт қосамыз. Сүт 300 мл сүттің 3-тен 1-ін қосамыз, яғни 100 мл. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз да, үстіне ұнымызды, 150 грамм ұнымызды толықтай қосып жібереміз. Және венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Дәл осы кезекпен жасасақ, бізде ұнның түйіршіктері араласпай қалған ұндар қалып қоймайтын болады. Блинный құйған кезде барлығы біркелкі болып шығатын болады. Міне бізде осындай біркелкі қою масса болды. Енді осы қою массамыздың үстіне қалған сүтімізді құямыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Осы кезде бізге қайнап тұрған су қажет болады. 150 мл қайнап тұрған суымызды осы сұйық массамыздың үстіне қосып жібереміз. Және бірден араластырып аламыз. Ең соңында үстіне 2 ас қасық күнбағыс майын қосып араластырып аламыз да, жарты шай қасық пищевая сода саламыз. Пищевая соданың орнын разрыхлителмен алмастырсаңыздар болады. Ол кезде 1 шай қасық разрыхлитель саласыздар. Міне бізде соңында осындай сұйық масса болуы керек. Енді осы массамызды қалдырып қойсақ болады. Бөлме температурасында 10-15 минутқа. Немесе бірден бастап кетуге болады. Мен бірден бастап кеттім. Ең бірінші сковородканы қыздырып аламыз. Қатты отқа қоямыз да қыздырып аламыз. Одан кейін орташа отта ары қарай жалғастырып пісіре беретін боламыз. Менде құймақтың сковородкасы болмағандықтан осындай сковородкаға пісіріп жатырмын. Егер сізде покрытиесімен болса сковородкаңыз, бірінші құймақтың өзінде де майламайсыздар, астын бірден бастап пісіре береміз. Жарты ожау құймақтың сұйық қамырын алып, осылайынан сковородкаға құйып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Шеттері қызарып көрінгеннен кейін екінші жағын ауыстырып, толық екі шеті бірдей қызарғанша пісіріп аламыз. Ауыстырған кезде жыртылып кетпес үшін міне осындай шеттерінің толығымен ажырап, жабысып қалмағанын бір тексеріп алсаңыздар болады. Ары қарай дәл осылай жалғастырып, барлығын бірдей пісіріп алатын боламыз. Осы рецептен менде 13 құймақ болды. Осындай қарасаңыздар көз тоймайтын, структурасы да өте әдемі, түсі де әдемі, дәмі де өте керемет болып шығатын құймақтарды сіздер де дайындап көріңіздер. Бұл құймақтарға
творогпен, вареньемен әртүрлі начинкаларды салып, тіпті қонақтарға да ұсынуға болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Ал сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.